көрсетеді. Одан кейін мысалы қарапайым ғана мысалы звонок кезде балдар жүгіріп неге барады, иә, асханаға, буфетке, иә. Қасына балдар, мысалы сен барасың ба, жоқ, бармайын деп тағы сол кезде қымсынады да, ол баланың өз-өзіне деген жаңағыдай сенімсіздігі болады, одан кейін өз-өзіне деген төмендету болады балада. Енді физикалық фактор деген, жаңағыдай егер бала негізі барлық нәрсе адамның көңіл-күйіне байланысты да, егер балада киім жағдайы, тұрмыстық жағдайы, буфетке баратын ақшасы, қалтасында егер қанағаттанатындай болса, ол балада көңіл-күй жақсы болады. Көңіл-күй жақсы болғаннан кейін ол сабақты жақсы дәрежеде түсінеді деп ойлаймын да. Енді одан кейін екінші физикалық фактор, яғни баланың адамның денсаулығы, иә. Егер бала мысалы бір жер егер оны мазалап тұратын болса, ол қанша жерден білімді болсын, қанша жерден ол жаңағыдай мұғалім оны қанша жерден тартып сабақты қызықты өтіп жатса да, егер баланың денсаулығы бір жер сыр беріп жататын болса, ол міндетті түрде сабаққа деген жаңағыдай ынтасы жойылады. Мазасызданып отырады. Яғни бұл да жаңағыдай келетін көңіл-күйге тіреп тұр ғой. Одан кейін әлеуметтік қолдау түрлері дейді. Ол бірінші кезекте қойылатын жағдайда. Мысалы, егер де баланың біз жаңағыдай күнделікті сабаққа дайындалуын, оның еңбегін біз егер 5-ке жетпесе де, біз соны 5-ке жеткізетіндей егер біз оған қолдау көрсетіп отыратын болсақ, бала келесі сабақта міндетті түрде дайындалып келеді. Ал егер де оның бала жаңағыдай дайындығын егер біз сенікі нашар деп беретін болсақ, ол бала біріншінде, екіншінде, үшіншінде оны ескеріп, намыстанып тырысуы мүмкін, мен жақсы болуға тырысайын деп. Бірақ баланың да мысалы құлағы үйреніп қалады, еті үйреніп қалады деп айтамыз ғой. Бала да ол сөзге үйреніп қалады. Нашар. Ей, күнде естіп жүрген сөзім ғой деген сияқты ол не істейді, сабаққа деген ынтасы жойылады да, жарайды, бәрі сол үш қой, дайындалсам да, дайындалмасам да деген сияқты балада түсінік қалыптасады. Сондықтан да мұғалімнің де жаңағыдай жолдастарың да үнемі жаңағыдай жақсы, бүгін сен кешеге қарағанда жақсы дайындалып келсің. Одан кейін әке-шешесі көрген кезде жақсы балам деген сияқты жұрттың балаларымен салыстырмай, жұрттың баласын қарашы, андай істеп жатыр, ал сенің жүрсің мынау демей, керісінше оның жақсы жағын айта отырып, оның кемшілігін түзеуіміз керек та. Сен мынауың дұрыс болды, бірақ та сен мынауың дұрыс емес болсын, сәл істесең жақсы болып кететін еді деген сияқты. Одан кейін тапсырмалар мен берілген есептердің сапасы, ол міндетті түрде, біздің ең басты неміз жаңағыдай оқушыларды сабаққа қызықтырмау негізі. Тақырыптардың өзі қызықсыз болуы мүмкін да, бірақ біз соны жаңағыдай ойын арқылы, немесе интерактивті досканы қолдану арқылы, немесе басқа да әдіс тәсілдерді қолданып барынша қызықтыруға тырысуымыз керек. Одан кейін ата-аналар да міндетті түрде үйде жаңағыдай бала оны түсінбей жатқан болуы мүмкін, оны жаңағыдай қосымшалар беріп, әйтпесем әке-шешенің өзі де жаңағыдай баламен бірге оқу керек та, оқушы болып бірге ізденіп көмектесу керек деп. Енді айтасыз. Айта беріңіз. Мәселе бәрін әлеуметтік жағдайға кіріп сыртта болмайды. Мәселе сіз қараңыз, Флойд Мейвезер әлемдік және миллиардерлердің қатарына кірген спортшы түгі жоқ болды. Әкесі, шешесі жәндегі әкесі түрмеге кетті, шешесі көшеде наша сатып күнгі. Бірақ оның генінде, оның ата-бабасы арғы тегі жақсы адамдар болған екен да. Ол күндіз-түні ойланады, өте жағдай төмен, үйінде жатады, бір комнатада 10-15 баласаға. Мен мынау өмірден қалай құтыламын, жақсы өмірге. Яғни ол кемшілігі оған не берді? Мотивация берді. Ал Стив Джобс әлемдік Apple компаниясының несін құраған. Ол да жоқ семьядан шыққан, мықты семьядан шыққан. Біз қарасақ, статистикаға қарасақ, мықты кісілердің барлығы бар емес пе? Жоқшылықта әлеуметтік тұрмыс тіршілігі өте төмен отбасылардан шыққан. Олар мотивация берген, әлеуметтік жағдай ешқандай байланыс жоқ. Мәселен, мен аяқ киім қазір сыртық, сіз маған күлесіз ба? Мен жасамайын. Күлетін адам ол. Сана сезімі сәл төмен адам. Мен аяқ киім жыртып, ұялмай жүре беремін. Өйткені мен болашағыма өзіне сенемін. Мен алда өмірім. Неге? Амал жоқ киіп келуі мүмкін сен оны. Жоқ, мен амал жоқ емес, мен киіп жүрмін. Амал жоқ, бірақ бәрі қымсынасың ғой сен жыртық аяқ. Жоқ, қымсынбаймын мен. Өйткені адам бар емес пе? Ол белгілі бір деңгейде кішкентай мөлшерде әсер етуі бірақ әлеуметтік жағдай 100% әсер етіп түгел ұялмайтын да бар, жазатын да бар, жазатын да бар, жағы қысылатын да
мына бар ғой негізі деп адамға қатты өсуіне әсер етеді ма деймін да? Сен ғана әсер ет, сен ғана. Үшінші топтың ойын тыңдайық. Міне бәріміз қысылып отырмыз, сен ғана сен мен Нұрсұлтан ағай ана мен айтып кетейінші, Нұрсұлтан ағайды айтатын да жаңағы айтып отыр ғой генге байланысты деп жатсыз ғой мысалы иә, оның ата бабалары генге байланысты деп. Негізі мынау егер жаңағыдай оның Құдай санасына бермесе, оған қанша жерден айтсаң да, ол бәрі оқымайды деген негізі жаман түсінік қалыптасқанда, негізі біз соны қызықтыруымыз керек. Мына Лев Толстой ма бір орыстың бір несі бар екен да? Лев Толстой ма деп адамға дейді 1% жаңағыдай не беріледі дейді, қабілет беріледі дейді да, талант беріледі. Ал 99% оның еңбек етуінің нәтижесінде болады дейді. Ал егер де ол адам қанша талантты, дарынды болса да, бірақ ешқандай еңбегі жоқ қой, менде осындай бар ғой дейді. Бірақ ол өсіп еңбегі жанбайды ғой, ол бір жайында 10 жылдан кейін келсе де ол бір жайында қалады. Ал ана не дейді, тырмысып еңбегі кететін адам ол енді бұл жеріңізде келісемін. Мен айтып кеттім, оқушыға педагог мықты болу керек, оқушыны қызықтырып алу керек дедім. Мықты білім білу керек. Мен оны айттым. Сіздің генге байланысты, ол бәрібір әлеуметтік жағдай не болса да. Мәселе жоқ, сіз генге байланысты да, бірақ оқушыны қызықтырып алға тартып, оны қолпастау или болмаса марапаттау, болмаса жазалау орынды түрде мұғалім тарапынан жүзеге асыру керек. Нұрсұлтан ағай негіз бар ғой әлеуметтік жағдай. Әлеуметтік жағдай әсер етеді. Адамның сәл де болсын жасқаншақтық. Үшінші топта. Жақсы. Үшінші топта қандай пікір бар? Жаңа пікірлеріңіз бар ма? Қазіргі таңда бар айтады егер ойлаймын. Кім айтады екен? Құрметті әріптестер, мен былай дегім келеді, Нұрсұлтанның және Фатиманың айтылған сөздері, яғни барлық нәрсе бір-бірімен үйлесіп тұр да. Мынау жердегі дәл осы ағайдың бөліп қойғандай болып тұр ғой. Ең бірінші барлық балаға негізінен бірінші фактордағы жақсы денсаулық керек, дұрыс па? Адам өз өмірінде ең бірінші денсаулығы мықты болу керек. Сол үшін яғни бәріміз сол жақтан әлеуметтік жағдайға тура келеміз ғой. Жылы киіндіру ата-ананың яғни парызы болады. Жылы киіндіріп, дұрыс тамақтандырып, қажетті ұйқысын ұйықтатып, яғни ұйқысынан тұрғызып, сабағын оқытып жіберген бала мектепке келгенде ешқашан қысылмайды. Өйткені оның біріншіден үйден ата-анадан қолдау бар балада, сабағының бәрін игертіп жіберген баланың ата-ананың қолдауы деген бала, мына жақтан мұғалімнің айтқанын түсініп отырған екен, ол ешқашан сабақтан қымсынбайды деп ойлаймын. Ал екіншісі, неменеге күш жұмсауға болатынын анықтау. Яғни мынау осы сұрақ өте дұрыс қойылған. Ең бірінші біз неге күш жұмсауымыз керек? Біріншіден. Ең біріншіден, егер ата-ана болсақ, бар жағдайымызды, бала-шағамыздың жағдайын жақсы болуын қалаймыз. Ал егер мұғалім болса, мысалға өзімізге алға берілген тақырыпты алға қарай қалай үйретсек деген бар күш-жігерімізді бүкіл оқушыға 24 балаға, яғни 24 баланың білім деңгейіне қарай күш жұмсаймыз. Келесі, яғни шеберлік сезімі дегенде, яғни бұл шеберлік ең бірінші ұстаздың шеберлігіне байланысты болады. Жоғары деңгейдегі оқушыларға жоғары талап, орта деңгейдегі балаларға орта талап, ал төмен деген баланың арқасынан қағып, оны алға көтермелеу ең бірінші біздің шеберлігіміз деп есептеледі. Келесі отбасының белсенді қолдау көрсету және жоғары нәтиже күтуі. Яғни міне осының барлығын ұстаздың шеберлігі, ата-ананың үйде қамқорлығы, яғни осы отбасының белсенді қолдаған баладан біз үлкен нәтиже күтеміз. Ұстаз бола тұра осы сабағымызды деңгейіне игеріп келе жатқан баланы басқа сабақтардан мысалға бөлек алып, менің олимпиадама қатысты екен деп, яғни біз бұның жоғары нәтиже көрсетуіне сенеміз және сол балаға біз үнемі қолдау көрсетіп отырамыз. Кейінгісі, яғни пән бойынша қызықты тапсырмалар енгізеді дегені, яғни бұл әр баланың қызығушылығына байланысты, яғни әр бала бұл жерде оқушылардың деген жағына қарай келетін болсам, қай бала пәнге қызықса, сол баланың ғылыми жұмысына өзіміз атсалысуымыз керек.